Ассалаумағалейкум. Мен сіздерге тағы бір кітап көрсетейін. Көнеден қалған жәдігерлер ғой бұлар. Бұл да Қазан басып екен. Құран кітап. Мұратты жағымен теріменен қаттаған қайыс. Тері мұна енді кардон мұқа бар. Қалыңдығы бірелі. Бұл енді жылы ештеңе жазылмапты енді, бірақ енді өте көп уақыт сақталған екен. Енді алдыңғы бір бөлігі жоқ кітаптың. Бұл жерде бөлек-бөлек қып тігіпті бүйтіп. Үстіп қолда сақталған кітап екен. Жаратты қасиетті кезінде осы қудалауда болғанда осыны тықты ғой, көмді ғой. Тастың жапсарларына, үңгірлеріне көміп бар тұрды сөйтіп. Сөйтіп аман алып қалған кітаптар ғой әйтпесе. Бұл кітапты баяғыда солақай саясаттың қолына түскенде баяғыда өтіп жүретін еді ғой. Екінші бір кітап ештеңесі қалмаған, ол да жарықтық. Жыртылып тозып кеткен, көп адамның қолына өткен. Bir adam ғана оқымаған болу керек. Қаптар жей бастаған. Жылдары жоқ. Жылдар жазылмаған. Енді үшінші кітап. Бұл енді менің әкемнің қолынан тастамай алып жүретін кітабы. Құтпа жазылған кітап. Халифа Алтайдың құтпалары. 1984 жылы басылыпты. Басылғанда қолжазбадан көшірме жасалған ғой. Сол 84 жыл көшірме жасалған. Халифа Алтай атамыздың кітабы екен. Қолжазбасы. Мазмұндары деп тұр. Құтпа дейді. Бұның да сөн мұқабасын үстіп жасаған ғой. Кардон тау болғанда сол кардон қаптап жасаған. Міне осындай кітаптар бар. Алла қаласа. Сақталып тұр ғой.